Сәлем достар, бүгін осындай жұмсақ әрі балалық шақты еске түсіретін бөлке нанның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны көрместен лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұйытқы дайындау үшін алдымен 250 грамм жылы сүтті, 7 грамм ашытқы қосып, үстіне бір ас қасық қант және де бір ас қасық ұн сеуіп 10 минутқа қойып қоямыз. 50 грамм ерітілген сары майдың үстіне 3 ас қасық қант, шымшым тұз және де бір жұмыртқаны толығымен екінші жұмыртқаның ағын қосып араластырып, ұйытқымызға біріктіреміз. Ал жұмыртқаның сарысын бөлке нанның бетіне жағуға алып қоямыз. Енді 700 грамм ұнымызды екіге бөліп, елеуіштен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымызды біркелкі формаға келтіріп, 7 бірдей бөліктерге бөлеміз. Мен сұйық майды қолдандым. Сіздер ұн қолдансаңыз болады. Видеода көріп тұрғаныңыздай, қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамыр осындай жұмсақ болу үшін 700 граммнан артық ұн қоспаңыздар. Бөлкелерді дайындап болған соң, тағы да 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Посыпкасын дайындау үшін 50 грамм ұн мен 50 грамм қант және де 30 грамм сары майды үккіштен өткізіп, араластырамыз. Енді бөлкеміздің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, одан соң посыпкамызды сеуіп, 180 градус қысып тұрған пеште 20-25 минут дайын болғанша пісіреміз. Еш қиындықсыз осындай бөлке нанды үйіңізде пісіріп, балалық шағыңызды есіңізге алыңыз. Көріп тұрғаныңыздай бөлке нан көлемі жағынан 2 есе үлкейіп, үлпілдек болып шығады. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.